бастаймыз. Бүгін біз көптеген көліктерді сіздерге көрсетеміз. Барынша арзандау көліктерді түсіруге тырысамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Мынау желдің болуымен де байланысты кішкене түсіспен қарайсыздар деген ойдамыз. Достар, бізде Toyota Camry 35 автокөлігі 2005 жылғы 2.4 автомат. Міне нөмірі. Егесімен сөйлестім. Болар бағасы 4.2 дейді. Салоны мата. Мультируль. Бұл европейский бұл машина. Европада жиналған. Шанағы. Мына жерде кішкене жұмыстары бар екен. Бұл менің байқап қалғаным. Қалай көлік. Ұнаса жаңағы нөмірге хабарласыңыздар. Бізде Mercedes автокөлігі 98 жылғы бензин 2.8 екен, автомат. Ағам 3 миллион 300-ге бер жерім дейді. Міне нөмірі. Титановый диска. Салоны мата екен. Көліктің жағдайы жақсы. Сіздерге бізде келесі автокөлік Volkswagen Passat универсал. Міне нөмірі 91 жылғы 1.8 газ бензин екен. Көліктің сыртқы жағдайы нашар емес. Егесі 1.3 миллион ақшаңыз болса, келіп алып кете беріңіз дейді. Учеттан шығарып берем. Келесің, аласың, кетесің. Салон наш жерес ба? Салон наш жерес ба? Декурящий салон дейді. Салон тап-таза. Тіршіліктің көлігі ғой. Міне артқы бөлігі көліктің. Линолеум түзіліп қойыпты. Сапасы сәйкес. Бізде Hyundai Sonata 2019 жылғы. Шамамен 50 мыңда жүрген енді. Егесі 8.2 ге берем дейді нөмірі. Таза корейский сборка дейді. Вакуумы, салоны 8.2 негіз салоннан да көлік аламыз. Мынаның іші осындай. Мынасы кожа екен. Мына жақта кожа әдемі істелген енді. 8.2 бер жүретін болса көріңіздер. Газ ғой мынау, метан ба? 5-ші поколение. 5-ші поколение? Газы бар екен, 5-ші поколение. Таза кореец. Volkswagen Passat универсал 92 жылғы. Нөмірі. Егесі 750 мыңға бермейм дейді. 800 мың дейді. 800 мың ақшаң болса санап алып кетесің дейді. Жұмыстар көрініп тұрған шығар енді көздеріңізге. Осындай бұны шығарған, Volkswagen шығарған адамда ұмытып қалған шығар бұндай машина шығарған. Әлі күнге дейміз. Салонын көрсетейін. Орыс учет Nexia 2011 жылғы 1.6 механика. Міне нөмірін қалдырдым. Туры бар екен. Пленкасын кигізіп қойған. Салон тап-таза. 50 мыңға беріп жіберем дейді.
Асхат деген жігіт звондасаңыздар. Миллион мыңға беріп берем дейді. Қасында дәл осындай такси жатыр. Екеуінің егесі бір болса керек. Біздің билік бізге осындай көліктерді айдауға мәжбүр етеді ағайын. Орыстың көлігін айдауға мәжбүр етеді. Міне моторы. Бұл да миллион елу. Олары миллион елу. Алатын болсаңыздар жаңағы нөмірге хабарласыңыздар. Subaru автокөлігі 98 жылғы газ, бензин, механика. Міне нөмірі 2 миллион 300 мың ақшаң болсын беріп берем дейді. Есіміңіз кім? Жасекең. Жасеке ассалаумалейкум деп звондасаңыздар болады. Мына көлікті шығарған адамды ұмытып қойған шығар, осындай көлік бар екен. Осындай механический арабы. Газ, бензин екен. Subaru Legacy. Көліктің жағдайы жаман емес сияқты енді. Артқы бөлігі, багаж бөлігі. Жаңа нөмірге хабарласасыздар. Бізде орыс учеттағы көлік 14. Номері 2008 жылға 850 мыңға беріп берем дейді. Есімің кім? Ислам деген жігітке звондайсыздар. Сыртқы шанағы жаман емес. Жағдай жақсы көлік. Міне салоны. Исламға звондасаңыздар болады. Бәл қасында қазақ учеттағы Ларгус автокөлігі тұр. Кеудесінде багажы бар екен. 3/1. Міне осы нөмірге звондайсыздар. 82 мың жүрген газ, бензин 2013 жылғы. Кондиционері бар екен. Бұл 7 орындық па, 5 орындық екен, а? 5 орындық дейді мына көлікте. Біздің баға деген арнаның жүргізуші жүр. Біздің баға арнасына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Айдостың каналына тіркелеміз. Колокольчикті басамыз. Салам бро деген канал. Салам бро. Канал жазылыңыздар. Тағы айтам, жазылыңыздар. Осы екі жігіт Қызылорданың блогерлері. Нағып жүрсіңдер. BMW автокөлігі, BMW 325 тройка дейді ғой енді. 93 жылғы бензин 2.5 300 мың жүріп тұрған екен. Хабарласасыздар. Сыртқы жағдайы жаман емес. Дұрыс естілмей жатса кешіріңіздер. Қызылордада жел кішкене салқындау. Салон жабық екен. Көрсетуге тырысайын енді. Міне салоны. Жаңа нөмірге хабарласып саудаласып көрсеңіздер болады. Бізде Nissan Almera автокөлігі 2015 жылғы газ, бензин 120 мың жүрген автомат 3 миллион 750 мың дейді. Номерін оқып көрсетейін. 702 788 7105. Осы нөмірге хабарласып осы көліктің саудасын білуге болады. Көліктің сыртқы жағдайы өте әдемі, өте жақсы. Жаңа нөмірге хабарласыңыздар. Бізде Toyota RAV4 автокөлігі 96 жылғы. Міне көкемнің нөмірі 2 миллион 200 мың деп тұр екен. Срочно ақша керек. 2 миллионға беріп жіберем жігіттер дейді. 2 миллион ақшаңыз болса, осындай қазақ учеттағы
RAV4 автокөлігін алсаңыз болады. Японский сборка дедіңіз ба? Иә, япошка. Япошка дейді ағамыз. Япоштың өзі Япониядан шыққан. Осы көлікті ұнатсаңыз хабарласыңыз. Көліктің жағдайы жаман емес. Сыртқы шанағы да шаршамаған. Әпешіп деуір.